Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге еттен хенің рецебін көрсеткім келеді. Осындай етті негізі таза ет түрін қолданған дұрыс. Ешқандай сіңір, май болмау керек. Таза етті осылай ұзынша қылдырып, бірінші турап аламыз. Негізі бұндай етті қолдансаңыздар, тоңазытқышта кішкене замороженный дейді ғой, сондай кезде жақсы кесіледі етіміз. Енді осыны ұзынша қылдырып турап аламыз. Тура видеодағыдай барлық етімізді турап аламыз. Етімізді осындай ұзынша қылдырып турап алып, ыдысымызға салып, үстіне 2 толы ас қасық қантымызды саламыз. Одан кейін араластырып аламыз. Енді осының үстіне 70%-лық сірке қышқылын 4 ас қасық толық қосасыздар. Мен негізі бұл хені кешкі уақытта маринаттап қойып, ертеңінде түскіге дастарханға жасадым. Барлық көкөністерді қосып жасадым. Егер тез жасау керек болса, онда сіздер осы қосқан қоспамен қайта-қайта негізі жарты сағат немесе 1 сағат арасында араластырып тұру керек. Сонда бізде етіміз пісіп дайын болады. Кәдімгідей сөлі шығып дайын болады. Осылай араластырып аламыз да бетін жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін бетін ашып, татымына қарай тұз қосасыздар да қайтадан араластырып, салқын жерге қойып қоясыздар. Енді хемізге қосатын қоспа специяларымыз, ол бізде паприка, яними, қызыл ашты бұрыш, қант, қара бұрыш, одан кейін кинза. Кешкі уақытта маринаттап қойып, міне таңертеңгі уақытта етімізді осылай көрсеңіздер, міне жұмсақ болу керек. Енді қарасаңыздар, етіміздің сөлі шықты, осы сөлін төгіп тастайсыздар. Енді осы сөлін төгіп тастаған етіміздің үстіне 2 немесе 3 ас қасық соя тұздығын қосасыздар. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үш-төрт сәбізді алдын ала үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Жаңағы етімізді үлкендеу шыңғыл ыдысқа орналастырып, үстіне сәбізімізді осылай салып шығамыз. Екі үлкен қиярды ортасынан бөліп, қиғашынан видеода көрсетілгендей
турап дайындап жаңағы салатымыздың үстіне қосамыз. Кинза шөбімізді де турап аламыз да салатымыздың үстіне қосамыз. Ендігі кезекте бір үлкен пиязды осылай қиғашынан ұсақтау қылдырып турасаңыздар да болады. Негізі мен 2 пияз қолдандым. Көп десеңіздер бір пияздың өзі де жеткілікті. Осылай турап шығамыз да салатымыздың үстіне қосамыз. Салатымызды осылай қолымызбен қатты қыспай асты үстіне салып араластырып аламыз. Себебі жаңағы салған специяларымыз бір ғана орында тұрмай, жан жағына жаңағы жету үшін, жайылу үшін осылай қолымызбен бірінші араластырып аламыз. Енді осының үстіне паприкамызды, янемейімізді кристаллики, одан кейін қантымызды, кептірілген кинза, қара бұрыш, қызыл ашты бұрышымызды салып, барлығын дайындап аламыз. Бір бас сарымсақтың барлығын мен қостым. Үкіштен өткізіп аламыз да, қызып тұрған өсімдік майын қосамыз да, қайтадан қолымыздың икемімен үсті астына қарай араластырамыз. Салатымызды араластырып жатқан кезде көкөністерімізді қыспаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей асты үстіне салып қана араластырасыздар. Сонда салатымыз өте керемет дәмді болып шығады. Осымен еттен хеміз дайын болды. Ұнап жатса жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер менің видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.